Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай асқабақ қосылған, өте дәмді болып, әрі әдемі болып шығатын пирог дайындаймыз. Менімен бірге болыңыз. Ол үшін біз құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, миксерлейміз және оған қантымызды қосамыз. 2-5 минуттай миксерлейміз. Және оған ертілген сары майымызды қосып, тағы да миксерлейсіздер. Ұнымызға разрыхлительді қосып, біркелкі араластырып, илектен өткізіп, 2 бөлікке бөліп миксерлейсіздер, миксердің жай жылдамдығымен. Менде осындай үкіштен өткізілген асқабақты қосып, біркелкі араластырасыздар. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны пергамент қағазын төсеп, жан-жағын майлап, кальцомыздың дайын қамырды құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіреміз. Міне біздің пирогымыз дайын. Енді оны суытамыз. Мен осындай сеткіге суытам, астының бәрі біркелкі суу үшін. Осылай қалдырсаңыз да болады, немесе сәндесеңіздер де болады. Мен екі ортасын бөліп, сгущенка жағып, бетін жүзіммен әсемдедім. Мінекей біздің пирогымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.